заманда бірінші хатшы өзі барады дейді. Одан қалғандардың бәрі сол барып көреді. Ол үлкен әсер қалдырады. Ол айтылатын әңгіме болады деген ғой. Соған байланысты мен үкімет осындай мен сын айтайын деп отырмын үкімет басшысына. Болашақта осындай мәселе қараларда өзі барып көрсе екен деймін ғой мен. Өте дұрыс айтасыз Ирак аға. Бірақ менің түсінігімде қызмет бабымен театрға келгенше жүрегімен келсе екен деймін. Ол да дұрыс. Өзі әне сіз келіп көрдіңіз, ешкім сізді шақырған жоқ, аға келе жатырсыз деген жоқ, сіз келдіңіз спектакльді, өйткені Алматыға келгендегі парызыңыз келіп әуезов театрының спектаклін көрейін дедіңіз. Солай емес па? Таңсұлуды көріп кеттіңіз, пікірлестік. Сол сияқты әркім өз жүрегімен келетін заман болады әлі. Кеше жақын арада өзіңіз басқарған Қалыбек Қуанышбаев атындағы театрға бардым. Кімнің Серік Тұрғынбекұлының Мұғали Мақатаевқа арналған спектакль өте тамаша болды. Көрермендер көп болды. Әрине, бұл спектакль осында спектакльді қойса дегенім ғой мен. Өте дұрыс айтасыз. Көрерменнің сұранысын қанағаттандыру міндет. Тағы да сіз қандай мәселе көтердіңіз? Жаңа сөйледіңіз ғой өзіңіз сөзіңізде. Соны қозғап кетейік енді. Бүгінгі репертуарға байланысты мен көтерген мәселелердің бір шамасына ғана айтайын. Бұл жалақы мәселесі болды, бұл баспана мәселесі болды. Сонан кейін мен өзім үшін үлкен бір мәселе деп, мен қазақ театр өнерін басқа жаққа да көрсететін деңгейге жеткендігін дәлелдеуге тырыстым. Өйткені мынау ауыл үйдің мәселесінде тек қана өзіміз көріп, өз сорпамызда өзіміз қайнап жатудан гөрі, біз бәсекелестікке президентіміз айтып жүрген 30 дамыған елдің қатарына барамыз десек, оған тек экономикамызбен емес, өнерімізден де баруымыз керек. Сондықтан бүгінгі таңда біздің жақсы деген дүниелерімізді апарып шетелге көрсетіп, және сол шетелден бізде спектакль қоятын мықты мамандарды шақыру. Бұл өткенде біздің мәдениет министрі осыдан бір апта бұрын үлкен редакциялық алқа деген алқа ашып, сол жерде осы мәселені қатты көтерді. Шын мәнінде аралас болмайынша, бұл театр деген үлкен ғылым, театр деген үлкен ілім, бұл тәжірибе. Сондықтан Ресейден, Англиядан, Франциядан біздерге режиссерлар, суретшілер келу керек. Біздің адамдарымыз ол жаққа барып тәжірибе алмасы керек. Бұның барлығының артында үлкен қаржылық мәселе көтеріледі. Мен осы мәселені дәлелдеп айтуға тырыстым. Шын мәнінде қазақ өнерінің, жалпы қазақ руханиятының әлемнен ұялатын ештеңесі жоқ. Құдайға шүкір, бізде барлық жеткілікті. Біздің медицинамыз, спортымыз қазір әлемде елді елеңдетіп тұр ма? Тура сол сияқты біздің өнеріміз де ешкімнің алдында ұялмайды. Көрермен сұрағы бар екен, содан кейін жалғастырайық ары қарай. Тыңдап отырмыз, құрметті көрермен. Алло. Айта беріңіз. Саламатсыз ба? Уалейкум салам. Мен мына Павлодар облысы Ақтоғай ауданы Қожамжар ауылынан. Мені мына есімім Абилдинов Марат. Менің қояйын деген екі сұрағым бар. Мынау орыс театры, сосын кәріс театрлары бар. Тағы басқа театрлар. Ұйғыр театры бар. Кәріс театры, орыс театрлары, солар мысалы қазақ спектакльдерін қоя ма? Және екінші сұрағым, мынау Есенберлиннің несі бар ғой, трилогиясы, анау көшпенділер, солар болашақта қойыла ма театрларда? Рахмет, жақсы сұрақ. Рахмет, жақсы сұрақ. Ең алдымен бұл біздегі орыс, кәріс, неміс театрларын бұл біздің ұлтымыздың, еліміздің байлығы деп түсінуіміз керек. Елбасының мәңгілік елде отырғанның идеясының ар жағында осы татулық жатыр. Әрине олардың сахнасында қазақ шығармалары қойылуы, бұл жаңағы ғана мен айтып өткен министріміздің бір апта бұрын жасаған алқа мәжілісінде, жаңағы редакторлық алқа, біздің репертуарлық алқа деген мәселеде қатты көтерілді. Театрларға міндеттеп ештеңе қойғызуға болмайды. Оны қызықтыру керек. Шын мәнінде оларды басқа тілге аудару керек. Олар түсініп, шын мәнінде сол мәселелерді көтерсеміз деп әрқайсысы міндеттеме алып кетті деп айтуға болады. Сондықтан мен осы нәтижесін қойып та жүр, әрине. Мысалға осы Горький театрында Әлімбек Оразбектің бір түп алмағаш қандай әдемі жүріп жатыр. Рахымжан Отарбаевтың Бейбарысы орыс театрында қойылып кеше Венгрияға барып келді. Бұның барлығы басқа да біздегі облыстық, болмаса сол Лермонтов театрынан бастап қарастыратын тәжірибе екенін министр қадап тұрып айтты осы мәселені. Ең үлкен мәселе уақыттың тығыздығына байланысты мен қояйын енді. Бұл мен ұялатындай жағдай. Бүгінгінде артистердің алатын жалақысы 30-20 мыңға жетпейді. Мына зейнеткерлердің жалақысымен бірдей алып өткен. Қалай түсінуге болады осыны? Енді бұл жерде де бүгін бұл мәселеде өте қатты көңіл бөлініп, біздің министрімізде, премьер-министрімізде бұл мәселеге аса шұқшия қарады. Өзі өнер адамы бұл таңдаулы адам. Өнер адамы өз жұмысының фанаты деп айтуға болатын адам. 40-50 жыл
сахнада жұмыс істейтін біздің ақсақалдарымыз бар. Шұғылданбайды ғой. Мүмкін емес, өйткені ол 6 күн спектакль ойнайды, немен шұғылданады ол? Басқа қаяқтан табыстау. Дайындалу керек. Әрине, 10 күнде ертеңгі репетиция жасап, кешке спектакль ойнайды. Осы жалақыны қайта қарау мәселесін нақты ұсыныстар айтты. Мен ойлаймын, бұның формуласын үкіметіміз табатын шығар деп ойлаймын. Әйтпесе Асанәлі Әшімов 90 мың теңге. Бүкіл дүниежүзге белгілі Асанәлі 90 мың алады дегендей, ана отырған журналистердің бәрі күліп жіберді. Ыңғайсыз нәрсе ғой енді былай қарасаңыздар. Шын мәнінде сол кісінің талантына, сол кісінің, мен енді барлық елдің бәрі таланты деп жатқан жоқпын. Сондай атаулы адамдарға бөлікше беру керек па, әрқайсысының біліктілігін, бүгінгі таңдағы танымалдылығын бәрін есептейтін бір үлгі табылатын шығар деп ойлаймын. Өйткені ол бүгін көтерілді және үлкен мәселе ретінде көтерілді. Ал тағы да бір үлкен мәселе осы пәтерлері. Мына Атырауда бізде баяғы бұрынғы әкім уәде берген. Енді қазір енді Бақтықожа кішкене өнерге жақын адам ғой деп мен айтып жатқаным ғой сыпайы ретінде. Осыған байланысты болса пәтерлерін қалай шешілуі мүмкін? Бүгін жаңа Ахметжан Смағұл айтып кетті. Ол кісі өте жақсы мәселені көтерді. Өйткені сіздер заңдылығымызды түзеңіздерші деді. Мысалға сөз жоқ, пәтер жоқ емес. Мысалға сол қолжетімді баспанаңыз бар, жас отбасыға деген баспанаңыз бар. Бұның барлығы банкілер арқылы айлығының мөлшеріне қарайды. Ал енді сол жас актердің айлығы 40 мың теңге болса, ол ондай программаға қалай кіреді? Сондықтан ол кісіде менде баспана жоқ емес, мен беретін заңдылық жоқ деп отыр. Ол да бүгін үкімет мәселесінде қаралғаны жақсы болды. Қазір мен ойлаймын, тиісті жерлер осы мәселеге қарайтын шығар, шешімін табатын шығар деген ойдамын. Өйткені ол театр жас, сұлу, талантты жастармен толығып отырмаса, ол ертең өз көрерменінен айырылып қалады. Өйткені ол эстетика театр. Сахнада тек қана сұлулық, сахнада әдемі сазды дауыс, әдемі үн, бұның барлығы жастықпен, жалынмен, дайындықтың келетін нәрсе. Ал оған енді сіз жағдай жасамасаңыз, елдің бәрі актер болғаннан гөрі сол шахтер болған пайдалы ғой деп кетіп жатқаны да мүмкін. Сондықтан бұған қатты қарау керек сияқты. Ал кадр мәселесі қалай шешіліп жатыр бізде? Құдайға шүкір, бізде қазір 4 бірдей оқу орны кадр дайындайды. Мен енді басқа театрлар үшін жауап бере бергім келмейді. Әуезов театрында бұл үлкен таңдаумен, былайша айтқан кезде мынау 2 университетімізде дайындалып жатқан мамандарды кастинг арқылы, көркемдік кеңеске шеберлігін көру арқылы және сол бірінші курсқа түскеннен бастап көп адамдар біздің өзіміздің театрдың әртістері соларға сабақ береді ғой. Солар жаңағы баланың өсуіне қарай келіп театрға тарту үрдісі алып. Бұл енді Әуезов театры үшін үлкен жақсы жағдай, ал өкінішке орай облысқа бармайды олар. Өйткені телевидение, кино, радио былайша айтқан кезде барлық мүмкіндік Алматы мен Астанада, ал сол сіз айтқан Атырауда, Ақтауда ондай мүмкіндік жоқ. Сондықтан жалақысы да жаңадай болып отса, баспанасы да жаңадай болып отса, оған жас актер бара ма? Одан да сол сәл жинаған тәжірибесіне той басқарып, қалың елдің ішінде жүре бергісі келеді. Бұл да өте күрделі мәселе. Сондықтан театрды өркендетудің бірден бір жолы алдымен осы 2 мәселені шешу керек: жалақы және баспана. Осыған байланысты министр де бүгін тоқтап кетті, біздің режиссерлерімізге кішкене бір қолдау көрсету керек деп. Сөз жоқ. Білесіз ба, режиссура бұл оқығаннан ғана режиссер болып кететін мамандық емес. Режиссер бұл театрдың шығармашылық келбеті. Ал енді біздің 9 театрымызда бас режиссер жоқ дейді. Ал енді шын мәнінде театрда бас режиссер болу керек және қоюшы 2 режиссер болу керек. Бұл сол театрдың былайша айтқанда тренері деп айтуға болады. Ана актерлардың сахнадан тыс дайындық, осының барлығын кешенді түрде басқаратын режиссура. Ол шығарма іздейтін, театрдың репертуарын жасайтын, былайша айтқанда жауапты адам. Ал ол ондай мамандар театрда жоқ болды деген сөз, ол театрдың өзі бар ма жоқ па, бұл үлкен вопрос. Репертуар қалай болса? Жаңа арнайы бір мәдениет саласы министрлігінде арнайы бір комиссия құрылыпты ғой. Ол жұмысы басталды, мен соны білемін. Аман есен жақсы болса, осы Сұлтанәлі шақырайын деп отыр, бір мүшесі екен. Қандай болып жатыр? Бұл енді репертуар мәселесінде жаңа анау ағамызда жақсы сұрақ қойып жатыр. Орыстар қазақ шығармасын қоймайды, қазақтар Ілияс Есенберлинді қоймайды, тарихи дүниені қоймайды дейді. Бұл репертуар мәселесінде көп қордаланып қалған нәрсе бар. Біріншіден біздің қолымызда, мысалы театр басшыларының қолында таңдауын, кезегін күтіп жатқан пьесалар көп емес. Драматургтарымыздың жоқтығы деген сөз онда. Өйткені оларға қанша қаламақы төленуі бізде әлі белгіленбеген. Олардың еңбегінің өтемі қандай белгіленбеген. Олармен екі ортадағы ара қатынас белгіленбеген. Мысалға драматургқа біз
біз дегенім мен жалпы театрларды айтып отырмын. Әуезов театрында құдайға шүкір мүмкіндік бар. Біз тапсырыс беріп те жазуға шамамыз келеді. Өйткені біздің жиған тергеніміз, өз қаржымыз бар. Ал енді облыстық театрларда ондай жоқ. Өз жаздырғысы келген драматургтың, егер ол драма жазу дегенді білесіз бе, ол роман жазудан кем емес. Өйткені 2 сағаттың ішінде болатын оқиғаны жинау драматургтен қандай шеберлікті талап етеді мысалға. Осы еңбегінің өтеуін беретіндей қаламақ төленбесе кім оған қызығады? Кім бірінен соң бірін дестелеп жазып қояды? Осы мәселе. Мына қарапайым театр мен академик театрдың аралығы неде? Арашылығы? Сөз жоқ, енді жаңа бір сөзінде Ахметжан Смағұл айтып қалды сол жерде. Сол жер маған кішкене өзіме ұнаған жоқ. Сізге қайда білесіз, енді басшыңыз болғаннан кейін сіз көп айтылмайтын шығарсыз енді. Жоқ, мен ол айтып бірдеңе бүлдіргі айтып жатқан жоқпын. Мен қордаланған мәселені айтып жатырмын. Шын мәнінде үлкен тарихы, мысалы 88 жыл, осы 90 жылға жуық қазақтың бүкіл мәдениетінің шыққан тегі Әуезов театры. Опера театры да содан шыққан, кешегі Құрманғазы оркестріңізда. Былайша айтсаңыз, қара шағырамыз ғой біздің әкем театры деп оны бекер айтпайды ғой. Өйткені ол академиялық деген сөзден ғана шыққан жоқ. Ол бүкіл театрлардың әкесі. Ал енді бұның айырмашылығы, бөлім жарғаннан не пайда дейсіз? Бұның айырмашылығы, бұның аты. Бұл ұлттың бренді, біздің современный тілмен айтқан кезде. Бұл жинақтаған тәжірибесі, бұл сол театрда жұмыс істеп жүрген Сәбит Оразбаев, Асанәлі Әшімов жаңағы айтқан, Тұңғышбай Жаманқұлов, бұл Меруерт Өшекешева, Құман Тастанбеков, бұл толып атқан бүгінгі жас актерлар Ерлан Білалов, бұл Бекжан Тұрыс, бұл Бақтияр Қожа, бұл кейінгі келе жатқан кешегі Бауыржан болып жүрген сіздің телесериалдарыңызда, кешегі мықты бүгінгі көрерменнің барлығының назарын аударып отқан бұл Әуезов театры. Сондықтан бұның сол облыстағы арқалық театрдан айырмашылығы бұл өрелі өнердің ордасы. Тағы да көрермен сұрағы бар екен, тыңдап отырмыз. Қоя беріңіз сұрағыңызды. Алло, здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте, Театр начинается с вешалки, вы сами прекрасно знаете. Но мне хотелось бы, чтобы Казахстан выработал общую модель для всех театров. Это раз. Екіншіде, аға, ереке өзіңіз білесіз, көшпелі елдің баласымыз. Сол жерде передвижной театр деген необходимо қазаққа. Соны Қазақстан теміржол арқылы ол. Үшіншіде идеология, қазақтың сыртқа шыққан жастарының бәріне театрға барыңыз, музейге барыңыз. Сіз негізді өте мәдениетті елдің баласы деп сондай идеология жүргізу керек деп ойлаймын. Ой, рахмет, өте жақсы. Россияда сойғыру. Өте жақсы сұрақ. Енді осы соңғы 1-2 минут уақыт қалды. Жаңағы ініміздің сұрағын жалғастырып, әрі қарай айтып берсеңіз, көрермендер театрға қалай бару керек? Енді театр киімілгіштен басылады деген сөзді сол тек қана киімілгіш деп ойламау керек. Театр бұл адамның, барған кісінің кешенді мәдени қызмет алу керек жер. Ол тек қана спектакль көру емес, ол қасындағы адамдармен мәдениетті сөйлесіп, сол театрда өзін-өзі тәрбиелей алатындай деңгейге көтеретін жер болғандықтан, онда жаңа мұражайы да болу керек, онда шай ішетін жер де болу керек. Былайша айтқанда театр демалыс кешені. Ой, рахмет. Құрметті көрермен, осымен мен сіздермен қоштасамын. Еркін бауырым, рахмет келгеніңізге. Рахмет.